Себебі өмірде жұмыс өте көп. Бастысы адамда ниет болу керек, және де жұмыс істеуге намыстану, ұялу деген болмау керек. Абай атамыз айтады, есектің артын жусаң да мал тап деген. Сондықтан өмірде жұмыс көп, істеймін деген адамдар. Ал ақша да көп. Әлемде де, маңайымызда да, айналамызда да ақша өте көп. Тек сол ақшаларды адал жолмен өз қалтамызға түсірудің жолын тапсақ болғаны. Және де сол жұмыс істеуге де, ақша табуға да адамға көп нәрсе керек емес. Мысалы, сіздерге бәріңіз білесіздер, әлемге танымал Ник Вуйчич бар. Аяқ қолы жоқ, бірақ әлемге танымал табысты адам, білімді адам, және көпбалалы әке, тіпті аяқ қолы жоқ болса да суда жүзеді, көлік айдайды. Ал оған ақша тауып жұмыс істеуге аяқ қолының керегі де жоқ. Одан кейінгі мен өзімді айтар едім. Менде Аллаға шүкір шағын кәсібім бар, үйден. Қолымнан келгенше жасап жатырмын. Ақбөкен студия деген инстаграмда парақша бар. Мен ол кәсібімді жүргізуге, өзіме жететін табыс табуға менің аяқ қолым қатты көмектесіп жатқан жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай. Бастысы менің ішкі ниетім, бастысы менің ерік-жігерім. Сондықтан ақша табуға ешқашан да жұмыс жоқ, ақша жоқ деп шықпай жатпаймыздар. Ал сіздердің аяқ қолдарыңыз бар. Керісінше сол аяқ қолдарыңызды да жұмыс істеуге, ақша табуға қоссаңыздар, тіпті үстіне нұр болады. Табысқа да, жетістікке де тез әрі оңай жетуге сіздерге мүмкіндік зор. Мен әр жерде айтамын, барлық жерде. Мен жасағанды сіздер де жасай аласыздар. Сіздер тіпті менен артық жасай аласыздар. Сіздердің мүмкіндіктеріңіз зор, менен де зор. Сондықтан да ерінбей алға ұмтылыңыздар, жақсылыққа ұмтылыңыздар. Әр адамның өмірі де, табысы да әркімнің өз қолында. Біреуді өздеріңіздің сәтсіздіктеріңіз үшін, өздеріңіздің кедейліктеріңіз үшін біреуді ешқашан кінәламаңыздар. Бәрі өз қолдарыңызда. Бүгінгі кеш құтты болсын.